Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа оңай дайындалатын сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып пісетін америкалық булочки йоркширский пудингтің рецептісімен бөлісетін боламын. Қалауыңызша ішіне әртүрлі өзіңізге ұнаған салмамен ұсынсаңыз болады. Ең алдымен духовканы 170 градусқа қосып, осындай кекіс пісіретін темір формочкаға сұйық май құйып, қыздыруға қоятын боламыз. Майдың мөлшері видеода көрсетілгендей осындай болу керек. Енді осы ыдысымызды қызып тұрған духовкаға салып, майымызды қыздыратын боламыз. Ыдысымызға 4 жұмыртқа және дәміне қарай шым-шым тұз салып, венчикпен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Сүт қосып, тағы жақсылап араластырамыз. Құрамына керек ингредиенттерді міндетті түрде описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осы сұйық массамызға ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп, електен өткізіп қосатын боламыз. Достар, егер сіздерге видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіз. Ұнымыздың соңғы бөлігін салып, түйіршіктер қалып қалмас үшін жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Осындай сұйық қамыр болып шығады. Енді осы дайын болған қамырымызды формаға құюға ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа құйып алатын боламыз. Енді үкіштің үлкен тісшесінен осындай сырды өткізіп аламыз. Бірақ сыр қосу міндетті емес. Менің өзімнің қалауым бойынша сыр қостым. Жаңағы духовкаға қыздыруға қойған майымызбен ыдысты алып, осыған толтырмай құйып шығатын боламыз. Бастапқы кезде форманы қатты толтырып құйып жіберіппін. Сіздерге қатты толтырмай орташа етіп құюға кеңес беремін. Бұл пудинг піскен кезде формасы 2 есеге ұлғаяды. Енді сырларымызды осылай бетіне қойып шығатын боламыз. Қалауыңызша бұрыш сепсеңіз болады. Мен аздап сеуіп шықтым. Егер сіз салмасын тәттілермен толтырамын десеңіз, онда бұрышпен сырдың керегі жоқ. Қызып тұрған пеште 170 градуста 35-40 минут шамасында пісіреміз. Біздің пудингтарымыздың барлығы осылай әдемі болып пісіп шықты. Енді решеткаға қойып суытатын боламыз. Мен салмасына үйдегі бар қияр мен қызанақты пайдаланатын боламын. Достар, менің каналымда қандай видео көргіңіз келеді, соны міндетті түрде комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Мінекей пудингті кескен кезде осылай оңай кесіледі, іші біркелкі жұмсақ болып піседі. Дәмі сөзсіз өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан өте оңай. Осы рецептпен жасап көруіңізге кеңес беремін. Сізге және отбасыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.